Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен лаваштан осындай үш бұрышты тіске басарлар дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқамызды сүзбеге салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Келесі ірімшігімізді үккіштен өткізіп, осы қоспамызға қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Лавашты мен алдын ала осылай кесіп дайындап алдым. Оның ішіне начинкамызды салып, осылай видеода көрсетілгендей үш бұрышты етіп орап шығамыз. Барлығын осылай орап шығамыз. Егер сіздерге видео ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне барлығын орап алдық. Енді қызып тұрған табамызға салып, бетін жауып, екі жағы қызарғанша кезек-кезек ауыстырып отырып пісіріп аламыз. Міне біздің тіске басарларымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.